Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және осы видеоны көп адамдар менен сұраған еді. Бірақ тақырып қиын әрі ұзақ болған соң осы видеода екі бөлімнен тұратын болады. Және бүгін мен сіздерді Цунаденің бірінші маусымдағы өмірімен, яғни Нарутоның Канохаға қайтып келгенге дейінгі өмірімен таныстырамын. Және видео басталмастан бұрын менің ВК тобыма және Телеграм арнама тіркеле отырыңыздар, ол жерлерде мен дыбыстаған қазақша анимелер бар. Сілтемелер астында шай мен тәттілеріңіз дайын болса, онда кеттік. Цунаде Наруто сюжетіне Хирузен Сарутоби қаза тапқан соң қосылды. Хирузен өлген соң Канохаға жаңа Хакаге қажет еді, ал Джирайя болса Хакаге титулынан 4-ші рет бас тартады. Сол себепті Наруто Джирайямен қосылып Цунадені табуға Танзаку қаласына аттанды. Сол кезде қолдарынан айырылған Арачимару да Кабутомен қосылып Цунадені іздейді. Цунаде болса құмар ойындар үйінде болған уақытта сол жердегі адамдар оның барлық фишкаларды сатып алғысы келгені үшін оны күлкі етеді. Артынан Цунаде ойын автоматтарының бірінде күтпеген жерден жеңіп джекпотты ұтып алады. Цунаде көбінесе өз ақшасын ұтыла беретін болған соң адамдар оны атаңызға айналған жолы болмағыш әйел деп те атайтын еді. Цунаде бұл жамандықтың белгісі деп шешіп Танзаку қаласынан кету керек деп шешеді. Алайда Шизуне сол жердің көркі болған бір қамалды көру керек деп қоймайды. Олар сол қамалдың қасына жеткенде Арачимарудың жуандары қамалды күл-талқан етеді. Яғни Арачимару мен Кабуто Цунадені бірінші тауып алады және Арачимарудың қолдарын көріп мәселенің мән-жайын бірден түсінген Цунаде Арачимарудың қолдарын емдеуден үзілді-кесілді бас тартады. Кабуто Арачимарудың қолдарын тек Цунаде емдей алатынын айтады, ал Цунаде Арачимарудан оның қолдары неге осындай халге түскенін сұрайды. Арачимару қолдарынан Хирузен Сарутобині өлтірген кезде айырылғанын айтады. Соны естіп ашуға булыққан Цунаде Арачимаруды өліммен қорқытады. Сол кезде Арачимару оған егер Цунаде оның қолдарын емдесе, ол оның сүйіктісі Данды және Цунаденің туған інісі Навакиді тірілтетінін айтады. Наваки және Данға мен сәл кейінірек тоқталамын. Цунаде Арачимарудан ол қолдарын емдеген соң не істейтінін сұрайды. Арачимару ойланбастан қайтадан Каноханы шабуылдаймын деп жауап береді. Шизуне Арачимару мен Кабутоны өлтіру керек деп айтқанмен Цунаде одан аузын жабуын талап етеді. Арачимару саусағын кесу арқылы Цунадені қанмен қорқытып, оған ойлануға бір апта уақыт береді және Кабуто екеуі кері шегінеді. Кеш батқан сәтте енді Джирайя мен Наруто Цунадені кафе ішінен тауып алады. Джирайя Цунадеден 5-ші Хакаге мәртебесін қабылдауды өтінеді. Бірақ Цунаде олардың ұсынысымен де келіспей Хакаге болудан бас тартады. Бұл жайт Джирайяның қасында отырған Нарутоның көңілін түсіреді. Әңгіме барысында Нарутоны Кюбидің Джинчурики ретінде қабылдаған Цунаде ауылдың 4-ші Хакагеден айырылуын үлкен жоқшылық деп айтып, жалпы Хакагелердің өз өмірлерін ауылды қорғауға жұмсауын болмайтын әрекет деп бағалайды. Және ол Хакаге мәртебесін тек таяз ойлайтын адамдар ғана қалайды деп айтады. Оның алдыңғы сөздері және оның Хакагелер жайлы сөздері Нарутоның ашуына тиіп, Наруто Цунадені шабуылдайды. Нарутоның шабуылын Джирайя бөгейді, ал Цунаде Нарутоны тысқа шығып төбелесуге шақырады. Ұзаққа созылмаған шайқас барысында Цунаде Нарутоны бір саусақпен тоқтатады және Наруто өз мінезімен оған Наваки мен Данды есіне түсіреді. Цунаде Джирайяны Наруто сияқты болмайтын шинобиге Расенган секілді мықты нинджутсуды үйретіп жатқанын бетіне басады. Сонда Наруто Цунадеге Расенганды 3 күн ішінде толық игеретінін айтады. Цунаде Нарутоға бір апта уақыт береді. Егер Наруто сол уақытта Расенганды толық игеретін болса, Цунаде оған бірінші Хакагенің тұмарын беретін болады. Ал егер Наруто бір апта ішінде Расенганды толық игермесе, онда Наруто Цунадеге өз әмиянын беретін болады. Екеуі осылай келіседі. Артынан Джирайя мен Цунаде бөлек жерде ішіп отырғанда, Джирайя Цунадеден Арачимару оған ерекше бір ұсыныс жасамады ма деген ойды айтады. Джирайя оған нақты жауап қажет емес екенін айтып, бірақ Цунаде Канохаға қауіп төндіретін болса, Джирайя оны өз қолдарымен өлтіретінін мәлімдейді. Цунаде Каноха оны қызықтырмайтынын айтады. Джирайя болса Наваки мен Дан Хакаге болуды қатты қалағанын және Наруто соларға қатты ұқсайтынын сөз етеді. Цунаде Нарутоның дайындығын бақылайды және бір апта уақыт өткен соң Наруто Расенганды толық игере алмай төсек тартып қалады. Ал Шизуне болса Цунадеден Арачимарумен кездеспеуін өтінеді. Бірақ Шизуненің қарсылығына қарамастан ол Арачимарумен кездесуге баруды шешеді. Ал оған күшпен қарсыласуға тырысқан Шизунені Цунаде оңай істен шығарады. Және кетпес бұрын ол Джирайямен қайтадан кездесіп, оның шайіне оның чакрасын және физикалық
мүмкіндіктерін шектейтін дәрі сеуіп кетеді. Орочимарумен кездескен Цунаде оның қолдарын емдеуге келіседі, бірақ Орочимару сол үшін Конохаға тиіспеуі керек болады. Орочимару бұл ұсыныспен келіседі және Цунаде Орочимарудың қолдарына жақындап оларды емдейін деп жатқандай болады да оны шабуылдайын дейді. Қауіпті сезген Кабуто екеуінің арасына тұрып алады. Кішігірім әңгімеден соң шайқас басталады және Кабутоның барлық соққыларының әсерін Цунаде өз емдік нинджутсуларымен жоқ қылады. Жақын ара қашықтықта Цунадені жеңе алмайтынын түсінген Кабуто өз қолын кесіп, қаннан қорқатын Цунаде қанды көре салысымен қимылдай алмай қалады. Сол уақытта Цунадені біраз уақыт бойы іздеген Наруто, Шизуне және Джирайя шайқас алаңына келеді. Кабуто Нарутоны оңай жеңеді және онымен енді Шизуне шайқасуға бел буады. Кабуто ауыр шок алған Цунадеге соққы жасамақшы болғанда оның алдынан Наруто шығады. Наруто аяқталмаған Расенганмен Кабутоны шабуылдайды, бірақ одан еш нәтиже шықпайды. Кабуто да Цунаде секілді Нарутоны таланты жоқ шиноби деп сөгеді. Наруто сонда да берілмей көлеңкелі клондар арқылы төбелесті жалғастырады. Ақыр соңында Наруто клонның көмегімен толыққанды Расенган жасап Кабутоға ауыр соққы береді. Бірақ соңғы сәтте Кабуто Нарутоның жүрегіне соққы беріп, Наруто ес-түссіз құлайды. Нарутоның мінезіне тәнті болған және Наваки мен Данды есіне түсірген Цунаде Нарутоны емдеуге дереу кіріседі және оның жолы болып Наруто бірден көзін ашып Цунаденің тұмарына ұмтылады, себебі Наруто бәстесуде ұтқан болып шығады. Сол кезде Нарутоны Орочимару Кусанаги қылыш арқылы өлтірмек болады, бірақ Цунаде Нарутоны өз денесімен жауып соққын өзі қабылдайды. Цунаде Нарутоның келесі Хокаге болатынын айтады және Нарутоның мінезінен рухтанған Цунаде өзінің қаннан қорқынышын жеңеді. Солай Цунаде қайтадан шайқасуға кірісіп, өзінің 5-ші Хокаге болатынын айтады. Аты әлемге әйгілі 3 саннин арасындағы шайқас басталады. Цунаде Кацуиді, Джирайя Гамабунтаны, ал Орочимару Манданы шақыртып шайқас жаңа деңгейге көтеріледі. Шайқас үстінде Орочимаруға ауыр соққыларын тигізген Цунаде Орочимару мен Кабутоны кері шегінуге мәжбүр етеді. Кетерде Цунаде оларға Орочимарудың қолдарын басқа жолдармен емдеуге болатынын да айтады. Шайқастарда тым көп чакра қолданған Цунаде өзінің жас кейпін уақытша жоғалтады, бірақ ол оны Наруто оянғанша қалпына келтіріп үлгереді. Оянған соң болған жайттарды естіген Наруто Цунаде Хирузеннен әлсіз деп айтып, Цунадені Хокаге болуы дұрыс емес деген пікір білдіреді. Цунаде болса Нарутоны қайтадан жекпе-жекке шақырып төбелес барысында Нарутоны қайтадан бір саусақпен жеңеді. Алайда осы жолы ол шешуші соққы берудің орнына Нарутоның шекесінен сүйеді. Бұл Цунаденің Нарутоның армандары мен мақсаттарына деген сенімінің белгісі еді. Қайтар жолда Цунаде Наваки мен Данның жолын жалғаған адамды тапқанын айтады және ол адам әрине Наруто еді. Олар Конохаға қайтып келген сәтте конохалықтар Цунадені жаңа Хокаге ретінде ұлықтау рәсіміне дайындалып жатқан еді. Өз міндетіне кіріспей тұрып Цунаде Нара Шикамару және оның әкесімен кездесіп Шикамаруға Чунин дәрежесін береді. Артынан ол Учиха Саске жатқан палатаға барып, сол жерде Харуно Сакурамен де танысады. Цунаде Саскені емдейді және ол Саске енді толық айықты деп Сакураға айтқан сәтте Сакураның жылап артынан Саскені құшақтағанын көреді. Сол сәтте Цунаде Нарутоның жүрегі қанжылағанын көріп, оның Сакураға деген сезімдері бар екенін де байқайды. Келесі кезекте Цунаде Какашиді емдейді және кейінірек Рок Лиді көруге барады. Лиді тексерген соң ол Майто Гайға Лиге шиноби мансабын аяқтай салғаны дұрыс деген пікір айтады. Гай Цунаденің пікірмен келіспейді. Цунаде болса Лиға өтірік уәде берген дұрыс емес дегенді алға тартады. Бірақ Гай сонда да өз дегенінен қайтпайды. Сол кезде Цунаде Лидің аяққа тұрып кетуіне 50% мүмкіндік бар деп айтады. Дегенмен әңгімені толық естіген Ли бәрі сәтті не сәтсіз өтетініне қарамастан ол шиноби жолын тастамайтынын айтады. Лидің сөздеріне тәнті болған Цунаде оның айығуға деген мүмкіндіктерін көбейту үшін Кабутоның әдістерінің бірін зерттеп, Лидің аяқып кетуге деген мүмкіндіктерін 58%-ға дейін жеткізеді. Хокаге қызметіне кіріскеннен кейін Цунаденің иығына ауыр міндет жүктелді. Ол аз уақыт ішінде Коноханың әскери әлеуетін көтеріп, оны бұрынғы деңгейге жеткізуі керек еді. Сол уақыттарда Саске ауылдан кетіп Орочимарудың сапына қосылады және сол уақытта ауылдағы барлық жоғары дәрежедегі шинобилердің бос болмауына байланысты Цунаде Саскені Конохаға қайтару миссиясын жаңадан Чунин дәрежесін алған Шикамаруға тапсырады. Цунаденің бұйрығымен Шикамару өзін қосқанда 5 адамнан тұратын топ құрып Саскені қайтаруға аттанады. Артынан Цунаде конохалық басқа топ
топтың Орочимарудың дыбыс бестігінен жеңілгенін естиді. Солай ол Шикамару тобының жеңіске деген мүмкіндіктерін арттыру үшін ол Цунагакураден көмек сұрайды. Оған қоса Цунаде Лидің өз палатасынан қашып кеткендігін де естиді. Шикамару тобына Ли қосылып оларға суналық шинобилер көмектескенімен Шикамару тобы өз миссиясын сәтті орындай алмай Саске Орочимарудың жағына өтіп кетеді. Цунаде Шикамару тобының соңынан ниндзя медиктерді жібереді және Шикамару тобы Канохаға қайтып келгенде Цунаде чакра көбейтуші дәрі әсерінен ауыр халге түскен Чоджиді емдейді. Кейінірек Сакура Цунадеден оған емдік нинджутсуларды үйретуін сұрайды. Сакураның өзіне жақын жандарды қорғағысы келгенін түсінген Цунаде оған бұл жолдың оңай емес екенін айтып, Сакураны өз шәкірті ретінде қабылдайды. Артынан Сакураның және Иноның емдік нинджутсуларды үйренудегі процесі филлер серияларында көрсетілді. Цунаденің өзі де Нарутоның басқа филлер серияларында және 3-ші толық метражды фильмде көрсетілді. Көбінесе филлер серияларда Цунаде сәтті өткен миссиялар жайлы баяндамалар қабылдаумен немесе шинобилерге жаңа миссиялар берумен айналысады. Тек Фуджин мен Райджин секілді кейіпкерлер көрсетілген филлер серияларда Цунаде аздап сюжетке араласып отырды. Ал Цунаденің балалық шағы Наруто Шиппуденде ашылып көрсетілді. Цунаде Сэнджу Хашираманың немересі болғандықтан оны бала кезінде ауыл адамдары Ханшайым деп те атаған. Хашираманың өзі Цунаденің азартты ойындарға құмар екенін байқаған. Хашираманың өлімінен соң Цунаде оның тұмарын өзіне алған. Шиноби академиясын аяқтаған соң Орочимару және Джираямен бір топқа түсіп, олардың ұстазы болып Хирузен Сарутоби белгіленді. Джирая Цунадені бірден ұнатып қалады. Ал Цунаде бойжеткен кезде оның Цунадеге деген сезімдері тіпті күшейе түседі. Ал Цунаденің інісі Наваки болса, олардың аталары секілді өз ауылын қорғағысы келеді. Наваки 12 жасқа келгенде Цунаде оған Хаширама тұмарын сыйға тартады. Бірақ келесі күні миссия үстінде Наваки қаза табады. Навакидің қазасынан соң Цунаде әрбір 4 адамнан тұратын топта бір емші шиноби болуы керек деген ұсынысты алға тартады. Және сол кездегі Хакаге Хирузен Цунаденің бұл ұсынысын толық қолдағанымен, соғыстың кесірінен оның сол ұсынысты жүзеге асыруға мүмкіншілігі болмады. Цунаденің сүйіктісі Катодан да бұл ұсынысты қолдап өзінің Хакаге болғысы келетінін айтады. Цунаде енді Данға Хаширама тұмарын сыйлық ретінде береді, бірақ көп ұзамай Дан да соғыс үстінде қаза табады. Хирузен тобы таратылғанымен Цунаде, Орочимару және Джирая көптеген соғыс майдандарында бірге соғысты. Сондай майдандардың бірінде олар Жаңбыр елінің мақтанышы Саламандр Ханзомен шайқасып жалғыз тірі қалған адамдардың қатарында болады. Сол себептен Ханзо оларға 3 аты аңызға айналған шиноби, яғни Саннин деген атақ береді. Осылайша Канохалық үштіктің жаңа тарихы басталады. Цунаде соғыс барысында өз емдік нинджутсу арқылы көптеген адамдардың өмірін құтқарып қалады. Бірақ Дан мен Навакидің өлімі және оның Данның өлімі кезіндегі қанды тоқтата алмауы Цунадеде гемофобия, яғни қаннан қорқу ауруын тудырды. Дан өлген соң Хаширама тұмарында қарғыс бар деген сыбыстар тарап тұмар Цунаденің өзіне қайтып келеді. Цунаденің өзі болса армандар орындалады деген сөздерге қатысты пікірін өзгертіп, Хакаге мәртебесіне енді басқаша қарай бастайды. Біраз уақыт өткен соң ол Данның жиені Шизунемен бірге Каноханы тастап әлем кесіп кетеді. Оған қоса Цунаденің құм ауылында өткен Чунин тестіне арналған аркада да көрсетілгенін және Чунин тесті тоқтатылған соң оның Нарутоның құрдастарына Чунин мәртебесін бергенін де айтып кеткен жөн. Және бұл Цунаде өмірінің бірінші бөлімі болды. Келесіде мен сіздерге Наруто Шиппуден сюжеті басталған уақыттан бастап Цунаденің не істегенін және оның күші мен қабілеттері жайлы айтатын боламын. Барлықтарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.